Қайырлы күн. Бүгін осындай таңғы асқа ыстық бутербродты бірге жасайық. 1-2-3 дегенде дайын болып шығатын өте дәмді бутербродты сізде жасап көріңіздер. Сосискиді ұсақтап турап, ірімшікті 4-5 турап, қызанақты 4-5 турап шығып, бәрін ұсақтап турап шығамыз. Майонез қосып, сіз болгар бұрышын, жасыл жуа қоссаңыз да болады, өте дәмді болып шығады. Менің балапандарым жақсы көрмегендіктен мен қоспадым. Енді қызып тұрған пешімізге 180-200 градуста 20-25 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осы бутербродты сізге жасап беретін адамға жіберіңіз. Сізге видео ұнаса, келіп лайк басуды ұмытпаңыз.